Good morning, dear students. How are you today? This lesson is about past simple, and in this lesson, I'm going to show you how to form a past simple and when to use a past simple. And let's get started our lesson. Сәлем баршаңызға. Бүгін біз сіздермен ағылшын тіліндегі past simple, яғни жай өткен шақтың қалай және қай кезде дұрыс қолданатындығын өтетін боламыз. Next, we work with the platform Learning Apps. Identify marker words for past simple and past continuous. Балалар, бізде келесі тапсырмамыз Learning Apps платформасы арқылы жүргізіледі. Мұнда сіздер жай өткен шаққа және жай осы шаққа байланысты сөздерді дұрыс қойып шығу керексіздер. Сіздерге уақыт беріледі. Okay, finish it. Let's watch the video and check the correct answers. When to use a past simple for things which happened at a specific time in the past. Демек, өтіп кеткен, бітіп қойған іс-әрекет. Өткен шақ етістердің қарапайым түрі past simple tense. Past simple tense өткен шақта болған әрекетті нақты сипаттайды. Ол сипаттап тұрған уақыт осы шақтан бұрын болған, яғни қазіргі уақытпен еш байланысы болмайды. Мысалы, we played, біз ойнадық. She washed her car, ол машинасын жуды. I studied in Almaty, мен Алматыда оқыдым. Дұрыс етістердің болымды түрі D, ED жалғаулары арқылы жасалады. Орфографиялық ерекшеліктері Y, I-ға өзгереді. Study, studied. Егер етістік E-ге аяқталса, D жалғанады. Live, lived. Егер етістік келте дауыссыздан кейін тұрған дауыссызға аяқталса, сол дауыссыз қайталанады. Plan, planned. ED оқылады. ED, T және D дыбыстарынан кейін wanted, depended. T қатаң дауыссыздардан кейін T-дан басқа walked. D қалған барлық дыбыстардан кейін lived and played болып өзгереді. Remember, additional words from the past tense. Демек, бұл өткен шақтағы қосымша сөздер. Yesterday, кеше. The day before yesterday, алдыңғы күні. Last month, өткен айда. Last year, өткен жылы. Last week, өткен аптада. A year ago, бір жыл бұрын. A week ago, бір апта бұрын. In 2009, 2009 жылы. The next task for you is to find the correct translation of the word. Students, I give you 2 minutes. Okay, finish it. Now let's check our task. Бірақ бұл ережеге бағынбайтын етістіктер жетерлік. Оларды жаттап алуларыңыз керек. Жоғарыдағы ережеге бағынбайтын етістіктердің тобын бұрыс етістер, демек irregular verbs деп атайды. Бұрыс етістердің кейбірі төмендегі тізімде. Do, did, жасады. Have, had, істеді. Go, went, барды. See, saw, көрді. Am, was, болды. Regular және irregular түрде де бірдей жазылатын бұрыс етістер бар. Олар cut, read, hit, shut, beat, cast. Өткен шақтағы to be және to have етістерінің өткен шақтағы түрлері. Осы шақта жекеше түрінде I am, you are, he, she, it is. Көпше түрінде we are, you are, they are. Осы шақтың жекеше түрінде I have, you have, he, she, it has. Көпше түрінде we have, you have, they have. Өткен шақта жекеше түрінде I was, you were, he, she, it was. Көпше түрінде we, you, they were. Өткен шақ жекеше түрінде, демек have етістігі I had, you had, he, she, it had. Көпше түрінде we, you, they had. Next, we work the platform word wall. Complete the sentence with the correct form of the past simple. And I give you 1 minute. Okay, finish it. Let's look at the board and check our task.
Okay, dear my students, today's lesson is over. Today spoke about the past simple and how to use it in these sentences. I hope this lesson is interesting for you. Құрметті оқушылар, осымен сабағымыз аяқталды. Жай өткен шақта толығымен қарастырып шықтық. Сабақ қызықты өтті деп ойлаймын. Келесі кездескенше goodbye.